бақша екпегенімізге біраз жылдың жүзі болды. Өтірік айтпасам, соңғы 5 жыл біздің жеріміз демалып тұрды. Себебі оны қарайтын, күтім жасайтын адам болмады, бәрі жұмыста дегендей ешкімнің қолы бос болған жоқ. Қазір біз қайтадан бақша ектік, міне биыл. Былтыр папам не екті? Жүзім екті. Жүзімдеріміз әдемі, қазір беріп жатыр уже өзінің жемісін. Былтыр кішкентай түйін салып, бірақ ол түйініміз ары қарай дамымады, өспеді, себебі адаптация болды. Менің айтпағым, егер сіздерде кішігірім бос орын болса, кішкентай ғана жерлеріңіз болса, вдоль ворота жүзім отырғызып тастаған өте керемет екен. Енді осындай жүзімдерді көбірек отырғызып, бізде вдоль ворота отырғызылмаған, просто кішкентай ғана жерде, соның өзінде әдемі көп жүзім шығып тұр. Енді папам айтайын деп тұрмын, вдоль ворота айналдырып бүкіл жаққа жүзім отырғызып тастайық деп. Өйткені ұнап жатыр. Ары өтіп бір жұлып жеп кетесің, бері өтіп бір жұлып жеп кетесің, еще өзіңдікі натуральный, ешқандай да дәрісіз и аса қатты прям күтімді не істемейді, керек етпейді бір жақсы. Жақсылап суғарып тұрсаңыз болғаны. Сосын құлпынай отырғыздық, құлпынайымыз тоже өте күшті, сорты әдемі. Оның сорты до глубокой осени. До глубокой осени деп кішкене преувеличила, конечно, где-то до сентября береді. Әлі де гүлдеп, қайтадан түйін салып жатыр. Бағана 4-5 құлпынай әкеп жеп қойдым. Так что кішкентай жерлеріңіз болса, лучше пайдасын көріңіздер, жүзім отырғызыңыздар, құлпынай кішігірім бірдеңке отырғызыңыздар. Негізі уақыт тауып қарауға болады екен, жұмыстан кейін қарауға болады. И балаларға күшті витамин.